Қайырлы күн баршаңызға, менің сүйікті гүлсүйер оқырмандарым. Фитоспирин М дегеніміз не? Өсімдіктерді емдеу үшін қолданылатын және де алдын алу үшін қолданылатын препарат. Фитоспирин М бактерияға қарсы қолданамыз. Егер гүліңізде мына заттар байқасаңыз, ұнтақты зең, мамық, бактериялық дақ, қара шірік, ақ дақ, қоңыр тат, тамыр шірігі, қотыр, гүлдің шіруі, дереу фитоспирин М қолданыңыз. Профилактика ретінде 2 аптада 1 рет жапырағына шашуға болады. Кешкі уақытта айына 1 рет топыраққа құйып тұруға болады. Бұл препарат және де саңырау құлақ ауруларымен қайталанатын инфекциялық пайда болу қаупін азайтады. Топырақ пен гүлдің иммундық жүйесін қалпына келтіреді. 1 литр суға жарты шай қасық фитоспирин араластырыңыз. Екеуін жақсы араластырамыз. Гүлдің тамырына 20 минут салып қоямыз. Ертіндіні жапыраққа шашуға болады. Пайдалы болса, жақындарыңызбен бөлісіңіз. Вермикулит бұл химиялық және физикалық тұрғыдан тамаша материал. Бұл бейтарап қышқылдыққа ие. Оның құрамында кальций, магний, калий, алюминий, темір, микроэлементтер бар. Ылғалдылықты жақсы көретін гүлдерге пайдаланылады. Вермикулит тамырдың дамуына қажетті субстрат. Бұл доллар гүлін қолдан сатып алдым. Тамыры шіріп ауырып келді. Фитоспиринмен обработка жасадым. После персадка су бермедім. Топырақ толық кепкен уақытта осылай суғарып алдым. Биозащита бактерияға қарсы қолданылатын препарат. Гүл өскіндісі тез тамырлануы үшін не істеуге болады? Өскіндіні кез келген субстратқа салып тамырлатуға болады. Мыналарға мән беріңіз. Одноразовый стаканчик алып, астын тесіп отырғызған дұрыс. Ең бастысы сырты көрінетін болу керек. Тамырдың өніп жатқанын бақылап отыруға жақсы. Жазда ыстықтан ауа құрғақ болады. Гүліңізде жәндік болмаса да жәндіктерге арналған препараттарды қолданып тұрыңыз. Актара, акталик, фитоферим. Не болмаса осындай дайын спрейлерді алсаңыздар болады. Атроскалар тез тамырлатудың жолдарын қысқаша айтып өтейін. Гүлдердің көбейткіміз келеді, бірақ олар солып қалады, не шіріп кетеді. Әрине тамыр шығаратын арнайы дәрілер бар, бірақ олар жағымсыз иіс шығарады. Тамырлатудың бірнеше оңай әрі шығынсыз жолдарын айта кетейін. Тамырлату үшін гүлдің ең жас бұтағын кесу керек. Бал. Кескен кесіндіге балға батырып, ең кіші ыдысқа отырғызасыз. Корица. Кішірек ыдысқа топырақ салып дайындап аламыз. 1 шай қасық корицаны 1 стакан суға араластырып, ыдыстағы топыраққа құямыз. Бұл топырақты заласыздандырады. Алоэ шырыны. Алоэ шырыны өсімдіктердің тез тамырлауына жақсы көмектеседі. Себебі оның құрамында жасушалардың тез бөлініп шығуына мәжбүрлейтін зат бар. Сондықтан бар болғаны көшет тұрған суға алоэ өсімдігінің 4-5 тамшы шырынын тамызып жіберсек болғаны. Бөлме гүлдеріне арналған 7 тыңайтқыш. Бірінші, гүліңізге дәріханадан глюкоза сатып алып, 1 таблетка глюкозаны 1 литр суда ертіп, бөлме гүлдеріне суғарға болады. Мұндай ертінділерді гүлдердің жапырақтарына шашуға да болады. Бұл ертінділер әлсіз және ауырып тұрған гүлдерге жақсы көмектеседі. Кофе. Кофе ішкен соң қалдығын төкпеңіз. Оны топырақпен араластырыңыз. Бұл тыңайтқыштан соң топырақ борпылдақ бола түседі. Сонымен қатар топырақтың қышқылдылығы да артып, гүлде де қышқыл болады. Шайда да жақсы тыңайтқыш болады. Алайда абай болу қажет, себебі топырақтағы шайдың шіркейлер жақсы көреді. Цитрус, тұқымдас және басқа да жемістер. Бөлме гүлдерін өсіруде апельсин, мандарин және бананның қабығы жақсы тыңайтқыш болады. Мұндай тыңайтқышты дайындау үшін апельсин немесе мандариннің қабығын ұсақтап турап, 1 литр құтыға салып, туралған қабықтар бататындай етіп қайнаған су құясыз. 1 күн тұрған соң құтының ішіндегі қабықтарды алып тастап, оның шырына 1 литр құты
толғанша таза су құясыз. Содан соң гүлдерге суаруға болады. Күл магний, темір, фосфор, кальций және күкірт секілді пайдалы химиялық элементтерден тұрады. Гүлдерді құнарландыру үшін күлді топырақпен араластыру керек. Сонымен қатар күлден сұйық тыңайтқыш дайындауға болады. Ол үшін 20 грамм күлді 1000 мл суда ерітіңіз. Ашытқы. Топырақты ашытқымен суару кезінде микроағзалардың белсенділігі бірден артып, көмірқышқылды бөлу жоғарылап, азот пен фосфор бөле отырып, жылдам минерал мен құнарландыру процесі жүзеге асады. Ашытқы тыңайтқышын дайындау үшін бір үйіңізде тек құрғақ ашытқы болса, 10 грамм құрғақ ашытқы мен 3 ас қасық қантты 10 литр суда ертесіз. Ашытқы тұнбасы 2 сағат тұру қажет. Одан соң сол тұнбаға 1,5 литр қатынастан сумен араластырып, бөлме өсімдіктеріне суаруға болады. Пияз қабығы. Пияздың қабығы көптеген микроэлементтерге бай болғандықтан, одан тыңайтқыш дайындауға болады. Ол үшін 50 грамм пияз қабығына 2 литр су құйып қайнатыңыз. Қайнаған соң отты сөндіріп суытыңыз. Суыған соң сұйығын сүзіп алып, заласыздандыру мақсатында сол сұйықтықпен өсімдіктерге және топырақтың бетіне шашыңыз. Жарма жуылған су. Мұндай судың құрамында күкірт, темір, магний, фосфор болады. Ескерту: ерітінділерді ұзақ ұстамаймыз, жиі қолданбаймыз. Сіздерге және бір лайфхак: егер гүлдеріңіз тез тамырласын десеңіздер, мен үйде угулды қолданамын. Бір таблеткасын салып қоямыз. Өте керемет. Назарларыңызға рахмет.